Сәлем достар, бүгін біз Көккөл және Айдаһар туралы айтатын боламыз. Көккөл Жамбыл облысы Меркі ауданы Ақтоған ауылынан 100 шақырым қашықта орналасқан көл. Көптеген аңыздарға сүйенсек, Көккөлде әлі күнге дейін Айдаһар мекен етеді делінген. Көккөлдің суы таза, сырттан ешқандай су құйылмайды, және де су ағып шықпайды. Екі ғажайып таудың ортасында орналасқан көл көп зерттелмеген аномалиялық зоналарға жатады. Деректерге сүйенсек, бұл жердің тұрғындары Айдаһар бар деп сенеді. Денесінің ұзындығы 15 метр, басы шамамен 2 метрге дейін жетеді дейді. Тұрғындар Айдаһар жылан деп атап кеткен. Түнде жергілікті тұрғындар алуан түрлі ақырған, ысқырған, қорқынышты дыбыстар естіп жатады. Ол дыбысты шығаратын Айдаһар деп сенеді. Көлден шығып тұрғындардың қой ешкілерін жеп кететін де Айдаһар құбыжық дейді. Жергілікті тұрғын Айдаһар судан жүзіп өткен кезде су шипалы суға айналады. Сол кезде адамдар сол суды алуға асығады екен. Су ішінде бір алып сиқырлы жануар жүзіп келе жатқандай, көл беті дір қағып, шымырлап, арнасынан жұмбақты гүл дыбыс шығады. Дәл осы кезде жергілікті тұрғындар көлдің суын алуға асығады. Олардың сенуінше, осы мезетте судың шипалық қасиеті пайда болады екен. Суды шипа қылдыратын Айдаһар дейді. Көккөл суы тұнық болған соншалық қоқыс тастасаң қоқысты жағаға шығарып тастайды. Не деген құдірет! Кезінде осы Көккөлді екі ғалым зерттеген. Бір ғалым түнде Көккөлдің шыққан қорқыныш дауысынан есінен талып қалған. Екі ғалым суды зерттеген кезде түбі жоқ деп айтқан. Судың ішінде үңгірлер мен каналдар өте көп, және де су құрғақ бар деп айтқан болатын. Бір ғалым суды тереңге жүзіп бара жатқанда су оны үңгірге тартқан. Сол кезде аман есен шығып, бір ажалдан аман қалып, екі ғалым құрал-жабдықтарын жинап кетіп қалған. Кейін ғалымдардан сұрастырса, ғалымның бірі айтқан: "Мені суға тартқан кезде бір алып бейне көрінді" деген. Қалай ойлайсыздар, бұл Айдаһар ма, әлде табиғи құбылыс па? Комментария жазып кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетіңіздер.